Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымында түсіңізде өзіңізді жалаңаш көрсеңіз, қалай жоруға болады? Ең алдымен каналыма тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Қайтыс болған адамды жалаңаш күйінде көрсеңіз, бұл оның бірде-бір жақсылық жасамай дүниеден кеткенін көрсетеді. Ал егер түсінде өзін жалаңаш киімсіз көрсе, онда оның өзі көрген жерде жаулары бар екенін және оларды жеңетінін білдіреді. Ал егер оның денесінің көзге тыйым салынған жерлері жабылған болса, онда ол оларды жеңе алмайды. Ал өзінің әуретті жерлерін қолмен жауып тұрғанын көрсе, ол жауларына көніп, олардан қашады. Егер түс көруші өзінен тек алжапқышты көрсе, онда ол құлшылықта құлшыныс танытады. Түсінде өзін жиналыста жалаңаш көрген адам масқара болады. Жалғыз өзін жалаңаш көрсе, дұшпаны одан кемшілік іздейді де, кемшілігін таппай сәтсіздікке ұшырайды. Егер басшылардың бірі оның жейдесінің шешіліп жалаңаш қалғанын көрсе, ол лауазымынан айырылады. Достар, осымен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.